Мөлдір тұнық көздерің қазақ музыкасы әлемінде өшпес із қалдырған композиция. Ән 2015 жылы дарынды әнші Қайрат Түтековтың «Ойла мені» атты альбомына енген. Алайда бұл ерекше әуеннің хикаясы ертерек басталады. Мөлдір тұнық көздерің 2011 жылы алғаш рет көпшіліктің назарына ілініп, жүректерді жаулай бастайды. Махаббаттың терең сезімдерін жеткізген бұл лирикалық шедеврдің авторы Ілияс Байбосынов болатын. Әннің сөздерін Зиясов мұқият ойластырып, эмоциялар мен поэзияны біріктіріп, махаббат туралы шынайы хикая жазды. Қайрат Түтековтың 2015 жылы жарық көрген «Ойла мені» атты альбомындағы «Мөлдір тұнық көздерің» әні өз тыңдармандарын тапты. Уақыт өте келе есте қалатын әдемі туындылардың бірі деп айтсақ, қателеспеспіз.